өте жақсы нәрсе бұл өте. Мен мысалы, мен өз еңбегіммен өскен адаммын. Өз еңбегіммен ешқандай поддержкасыз. Бірақ көкем болды, 2 миллион долларым болды, басқа ештеңем болған жоқ менің. Құрметті ректор мырза. Сіз ғой ректор. Сіз проректор. Аузыңыз қалмай. Сіздің түріңіз көп қаттырақ келеді ректорға. Мынаға қарағанда. Иә. Мынанікі бір жарасиясы кеп тұрсыз. Сіз де кеп тұр. Ал енді тексеруден өттіңіздер. Жақсы деген баға алдыңыздар. Сессиялар уақытында жабылған. Ақшалар уақытында жиналған түгелімен. Қарыз құрыз деген жоқ. Міне осы жарты жылдықтан аман-есен өткендеріңіз құтты болсын. Ой, рахмет. Бұл не? Қарақат бұл. Мынау қарақат па? Иә. Мен қарақат жақсы көретін қайдан білдіңдер? Енді біз білеміз ғой, алыңыз. Қарақшы да? Бәрекелді. Ал. Ауыз тиеге. Не вот, министр Вилка ма? Сумасшедшая! Курдақ па? Не дей ма? Не. Нанды ма? Шашлик па, шашлик. Қалай болды? Не болды? Не болды жаңа ғана? Жақсы ма? Оңбағандар, не істеп отырсыңдар? Не істеп қойдық енді? Су десем, менюң не сенің ес алам? Деп отқаннан кейін меню сұрап жатыр ма дедіңіз? Шашлигің не? Ес алам? Ет жегісі келіп жатыр екен. Ет жегім. Шашалып жатырмын ғой, қақалып, өлейін деп, ауа жетпей. Кешіріңіз. Знаешь, какой-то бір қарақат үшін өліп кете жаздадым. Байқамай Бәле қайда бассаң аяғың астына деген осы. Құдай-ай. Кім ойлаған? Мына жігітке рахмет қайта. Осы жігіт болмағанда өліп кететін ем қазір. Бұл кім бұл жігіт өзі? Студентіміз ғой біз. Студент қой. Лидер студент. Бізде ең жақсы оқиды. Рахмет. Лидер десе лидер екенсің. Рахмет. Пидерден гөрі лидер дұрыс қой. Атың кім? Асылжан. Ақшолпан? Асылжан. Асылжан. Рахмет. Өзің жас болсаң да талабың зор екен айналайын. Бірден шешім қабылдап кеттің. Мына екеуі отыр, біреуі шашлик, біреуі меню деп. Студент құрылып жақсыңдар. Академик еще, бір университеттің академигі. Профессор, ректор, проректор. Хренов. Жанұяңның атынан рахмет. Гулечка күтіп отыр ғой мен үйде. Рахмет, Гулечканың атынан рахмет саған. Болашағымның атынан рахмет. Бүкіл министерствоның атынан рахмет саған. Қос палата, сенат және парламенттің атынан саған рахмет. Айналайын, рахмет. Қандай ел ағасын құтқарып қалдың сен? Айналайын. Саған алғысым шексіз. Қалай білдірсем болады? Вот саған қалай білдірсем болады алғысымда? Оны қой беріңіз. Дипломда береміз. Сессиясына өткіземіз. Жоқ, ол аз ол. Аз. Мұғалім қоямыз. Мұғалім емес. Оның арманы бар шығар, тыңдамаймыз ба? Арманы бар шығар. Жігіттің армансыз жігіт бола ма? Иә. Асылжан, арманың бар ма айтшы? Министр көке, құлағыңызға айтайыншы. Құпия ма? Иә, құпия. Мен құпия сақтай аламын. Құлағыңызға айтайын. Ректордың қызы? Сонда сөз болды ма? Ал. Ректор мырза. Сіздің қызыңыз бар екен ғой. Қалай? Мынау лидер жігітке, мені құтқарып қалған жігітке қызыңызды бересіз бе? Енді министр мырза, мен ректормын. Какой-то студентке қалай берем? Болмайды. Басқа жолы бар. Құрметті Асылжан бауырым, бүгіннен бастап осы университеттің бір факультеттің деканы болдыңыз. Құтты болсын. Құтты болсын. Бола ма? Декан. Декан. Ректор мырза, деканға қызыңызды бересіз ба? Енді ойлап қараңызшы. Мен ректормын. Иә. Бұл декан. Какой-то деканға ректор қызын жоқ бере. Болмай ма? Бере алмаймын. Өткенде проректор сұрап келгенде де бермеген болды ғой. Иә, рас. Мен барған кезде какой-то проректорға деп. Болмай ма енді? Тең-теңмен, тезек қабымен деген. Ол да бар ғой, ол да бар. Қазақтың ол сөзді аттап кете алмаймыз. Енді амал жоқ. Не істейміз, декан мырза? Болмайды деп жатыр. Болмайды. Айттым ғой сізге. Орындай алмайсыз дедім. Ара тұрыңыз. Асылжан, қасыма келші. Кел қасыма. Асылжан,
Бүгіннен бастап осы университеттің ректоры. Құтты болсын. Ал, проректор мырза, қалай? Ректорға қызыңызды беретін шығарсыз енді. Ал енді ректорға беруге болады. Бәрекелді, мінекей. Құтты болсын, құтты болсын, құтты болсын. Жастар бақытты болсын. Ал, ректор мырза, проректордан қызына қашан құда түсіп барамыз? Қашан алып кетеміз? Енді министр мырза. Иә. Енді ректор басымен. Какой ты мына проректордың қызын алады дейсің ба? Ай, енді арманым сол деп едіңіз ғой. Арманым сіздің қызыңыз министр мырза. Какой-то ректор? Министрдің қызын сұрап отырма сонда? Оңбаған бабыне, кәт бар! Мынаны оқудан шығарып жіберіңдер. Шығарып жіберіңдер. Жағалай, ректор мырза, орныңызға қайтып отырыңыз. Қайтадан ректор болдыңыз. Министр мырза, мен ше. Проректор қайтадан. Міне, армандар орындалады деген. Енді орнына келді. Армандар орындалады. Қарағаттан алыңыз. Жоқ, рахмет. Өздерің жей беріңдер. Сен осындасың ба? жүре бересің. Мен лишний массаж жасап. Арманым орындалды.